Бүгінгі қазақ тіл пәнінен өтетін тақырыбымыз сөз таптарының бірі етістік. Қазір қай мезгіл балалар? Көктем мезгілі. Көктемде қандай өзгерістер болады? Табиғат оянады, ағаштар, өсімдіктер бүршік жарады, құстар өлкемізге оралады, мал төлдеп қарбалас жұмыс басталады, жер беті жасыл көрпеге оранады. Ал суреттегі балалар не істеп жатыр? Балалардың қимыл атауын білдіретін сөздерді айтайықшы. Ағаш екті, жер қопсытты, су берді, ұя жасады, жылқы суарды. Сонымен балалар, етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Серуендеген қандай жақсы. Біз сабақты да осында өтсек қой. Бұл жерде су ағып жатыр. Гүлдер ашылып, жұпар иісі аңқып тұр. Құстар ұшып жүр. Әрқайсының өз қимылы, іс-әрекеті бар. Заттың қимылын, жай күйін білдіретін сөздерді етістік деп аталатынын оқулығыңнан оқып білдің. Мысалы, найзағай ойнады. Ол орындықта отыр. Осындағы ойнады, отыр деген сөздердің мағыналарына назар аудар. Отыр, ойнады деген сөздер заттың. Найзағай ол күйін, ісін білдіріп тұр. Демек, етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, күй жайын білдіреді. Етістік не істеді, не қылды, қайтты, не істеп, қайтып, не істесе деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, Асан кітап оқыды. Оқыды. Асан не істеді? Ұстаз бізбен амандасты. Амандасты. Ұстаз не істеді? Оқыды, амандасты етістіктері Асан мен ұстаздың іс-әрекеттерін білдіріп тұр. Оны атаған сөздер етістік деп аталады. Сондай-ақ етістіктің сөйлемдегі қызметі де басым. Мысалы, оқушылар үзіліске шықты. Байқасаң, осы сөйлемдегі шықты етістігі баяндауыш қызметінде жұмсалып тұр. Олай болса, етістіктер сөйлемде баяндауыш қызметінде жұмсалады.